Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілінен бүгінгі 3-ші сабағымыздың тақырыбы білімді ұрпақ, іргелі елдің кепілі. Бірінші тапсырма. Тәуелсіз Қазақстан. Осы тәуелсіз Қазақстанды құрайтын нелер? Еліміздің тәуелсіз мемлекет екендігін дәлелдейтін белгілерді атаңдар. Яғни, тәуелсіз мемлекетті екендігін дәлелдейтін белгілерді тізіп жазуымыз қажет. Осы тәуелсіз Қазақстан болу үшін ең алдымен не керек? Қалай ойлайсыздар? Бірінші, халық керек. Тәуелсіз мемлекет болу үшін бірінші оның халқы болу керек. Ал екінші несі болу керек? Сол халықтың мекендейтін жері болу керек. Ал үшінші, төртінші, осыны тізімге тізіп жазыңыздар. Екінші тапсырма, үнтаспадан екінші аудиомәтінді тыңдаңыздар. Екінші аудиомәтін. Іргелі ел болуымыз үшін не нәрсеге мән беруіміз керек? Қазақтың жері кісіліктің туын тіккен жер. Көп халықтың тарихын түгел білмесек те, мінезін, жалпы болмысын танимыз ғой. Қазаққа дарыған кісілік басқа халықта жоқ. Ата-бабамыз сөзді емеуріннен танитын, айта бастағаннан ақ төркінін аңғарып қоятын. Осыны мұра ғып келешекке қалдыра алмасақ, онда біз көп нәрседен ұтыламыз. Неге? Қазір біздің адамдардың көбі кісіліктен кетіп барады. Қайтетсе, өштеседі, кектеседі. Қазақ ашуланса ештеңеден қайтпайды. Қазақта кекшілдік те бар, батырлық та бар. Бірақ бәрі де жөнімен болғаны дұрыс. Алдыңа келсе, әкеңнің құнын кеш деген сөз бар ғой. Соны есте ұстағанымыз дұрыс. Жігітте пәтуа жоқ, сөзге тоқтамайды. Қазір адамдар бірін-бірі тыңдаудан қалып барады. Бірін-бірі ұқпайды, тыңдағысы келмейді. Бір-біріне тыңдамаса болмайтын қилы заман келді. Мынау жаһандану деген дәуір өте қиын кезең. Аз халықтар шабақ секілді жайындардың көмейіне жұтылып кетеді. Бізді ұлттық тұтастық қана сақтайды. Сол кезде ғана ұлттық деңгейге жетеміз. Тәуелсіздікті нық ұстаудың ең басты жолы қандай? Жалпы біз дұрыс бағыт ұстандық. Қазір сол бағытымызбен даңғыл жолға түстік. Ендігі мақсат осы жолдан таймау. Халқымыз ынтымағынан айырыла көрмесін. Ынтымақсыз елде береке болмайды. Абай атамыздың бас-басыңа би болған өңкей қиқым деп қынжылып айтқан сөзі бар ғой. Ел еңсесін тіктеді. Ендігі жерде кез келген адам тізгінге жармаса бермеу керек. Аттың тізгінін ұстау да оңай емес. Елдің тізгінін ұстау қиынның қиыны. Қай-қайсымызға да осыны ұмытпасақ болғаны. Байқасаңыздар, мәтін, бізге берілген мәтін, диалог екен, сұхбат. Осы екінші аудиомәтін бойынша мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ, сұхбатта қазақ халқының қандай ерекше қасиеті айтылады? Естеріңізге түсіріңіздер. Екінші, іргелі ел болу үшін қандай мінезден арылу керек? Неге ұмтылу керек? Үшінші, тәуелсіздіктің тұғыры нық болудың кепілі неде? Осы сұрақтарға ойланып жауап беріңіздер. Келесі тапсырма, мәтіндегі сөз қолданыстарын өз сөздеріңмен түсіндіріңдер. Іргелі ел, емеуріннен тану, сөз төркіні, пәтуа жоқ, еңсесін тіктеу, тізгінге жармасу, ел тізгінін ұстау. Осы сөздердің мағынасын өздеріңіз қалай түсінесіздер, солай жазыңыздар. Байқасаңыздар, бұлар бейнелі сөздер, образды сөздер, ауыспалы мағынадағы. Мысалға, ел тізгінін ұстау дегеніміз не істеу? Елді басқару, дұрыс айтасыздар. Тізгінге жармасу дегенше? Аттың тізгініне жармасу ма, әлде ел билігіне жармасу ма? Қалай ойлайсыздар? Еңсесін тіктеу. Еңсесін тіктеу деп отырғанымыз тек қана еңсесін бойын түзеу ма, әлде бұл елге қатысты ма? Ойланып, ізденіп, осы сөздердің мағынасын ашуға тырысайық. Келесі, осы тіркестерді өздерің қандай жағдайда қолданар едіңдер? Сөйлем құраңдар, тағы қандай тіркестер жасар едіңдер? Мысалы, іргелі ел, іргелі оқу орны, іргелі кәсіпорын, іргелі мемлекет.
Келесі тапсырма: тәуелсіздіктің тұғырын нық ұстап іргелі елге айналу үшін нені жаңғыртып, неден арылу керек? Мәтін мазмұны негізінде 2 бағанға жазыңдар. Автордың айтқан оймен келісесіздер ме? Тыңдалым мәтініндегі не нәрсені жаңғырту керек, не нәрсені сақтап қалу керек, ал не нәрседен арылу керек, не нәрседен бас тарту қажет. Соны осы кестеге толтырыңыздар. Біздің мақсатымыз мәңгілік ел болу, елімізді тәуелсіз қылып сақтап қалу үшін нені біз жаңғыртуымыз керек, қандай қасиетті әрі қарай дамытуымыз керек, ал қандай қасиеттерден бас тартып жөнделуге тырысу қажет. Жалпы мына диалогтың, сұхбаттың мазмұнына Жолдасбековтен пікіріне қарасаңыздар, негатив басым, қазіргі қазақ жастарына, қазіргі қазақтарға көңіл толмаушылық басым секілді, бірақ әр жерден де позитив іздеу керек. Диалогқа, сұхбатқа қатысушыларды позитивке ауыстыра білген екен. Қазіргі еліміздегі жағдайларды ескере отырып, елдің тізгінін ұстау қиыннан да қиын деген пікірді білдірген екен. Негізі біздің ата-бабамызда өте жақсы қасиет болған дейді, бір-бірімен өштеспейтін, бір-бірін өте жақсы түсінетін, кешірімді, сондай халық болған дейді. Ал бүгін бұл қасиеттер қазіргі бауырларымыздың бойынан табылмайды деп автор қынжылып тұр екен. Ал дегенмен де қазіргі заманның өз ерекшелігі, өз артықшылығы бар. Сіздер келісесіздер ме? Бұл пікірмен келіспейсіздер ме? Және де байқасаңыздар, мына сұхбатқа қатысушылар Абай Құнанбайұлының сөзін мысалға келтіріп отыр. Бас-басыңа би болған өңкей қиқым дейді. Өте жақсы келтірген. Бас-басыңа би болған дегеніміз, яғни барлығы да би болып билегісі келеді дейді. Барлығы да би болып билік айтып, ел басшысы ретінде сөз айтқысы келеді дейді. Яғни бұл бүгінгі таңда ғана туып тұрған проблема, жағдай емес, ол Абай атамыздың заманынан басталған екен. Байқап отырсаңыздар, бүгінгі күнде билікке көңіл толмай, билегісі келіп, өз пікірін айтып жүрген азаматтар өте көп. Бірақ қашанда оппозиция деген нәрсе болады. Дегенмен одан проблемадан шығудың жолын іздестіру қажет екен. Бас-басына би болып, аттың тізгінін ұстауға жармаса беру де жақсы емес. Тыңдай да білу керек, түсіне де білу керек. Осы үшін, осы проблемалар болмау үшін сіздер қандай вариант ұсынар едіңіздер? Осы жердегі Мырзатай Жолдасбековтің айтып отырған пікіріне сіздер қосыласыздар ма, қосылмайсыздар ма? Қазақтың бойындағы қандай қасиеттерді сақтап қалу қажет? Осыны осы жерде жаңғырту керек деген бағанның астына жазыңыздар. Ал арылу керек дейтін қандай қасиеттер керек емес, соны жазыңыздар. Және өздеріңіздің шешімдеріңіз, өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде соны жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.